Қалайсыңдар, амансыңдар ма, жағдайларың қалай? Менің оқырмандарым, сендерге бір тәрбиелік мәні бар бір нәрсе айтсам ба деп едім. Өткенде бір ауызашарға бардық, бір жерге бір имам келді. Сон жаңағы имам баса келдік, баса келіп жаңа қояйын деген кезде жаңа бір құда отыр екен. Соны құдаға бас қояйын деп жатыр еді. Жоқ, құданың әкесі тірі, құда бас жемейді деді. Соңын иә деп жаңа басқа бір кісіге аударып қойды нені, басты. Сонда жаңағы имам айтады, оны неменеге бас қоймай жатсыңдар деді. Әкесі тірі ғой деп айттық. Сөйтсек жаңағы ол қойды дейді, бір жас жігіт сойды дейді. Оны басын кесіп алды, оны апарып үйтті, оны апарып жуып асты. Ол жаңағы бір өзінің басына еге боламаған қой сенің әкеңді қайтып өлтіреді дейді. Жаңағы бізде жаңағы айтып қояды ғой үлкендер, әкең тірі ғой, әкең өліп қалып жеме деп. Мәселе әкесі өліп қалғанда емес, ол жерде әкесіне деген құрмет, әкесінің алдында бас ұстап жалмаңдап отырмасын деген құрмет ол. Сондықтан ол әкесінің алдында, әкесі тірі адам бас жемейді деген содан. Одан кейін әкесінің алдында сақал өсірмейді. Сақал әкесінің көзінше, әкесіне ол бала емес па? Әкесінің көзінше сақалын сапситып жүрмейді. Әкесі тірі адам сақал өсірмейді. Мұрт өсіреді. Жігіт ағасы болғаннан кейін 40-тан асқанда мұрт өсіреді. Әдемілеп мұрт қойып қояды. Әкесі тірі адам сақал өсірмейді. Әкеңнен жоғары тұрма сен. Әкеңді құрметте деген сөз ол. Әкесінің алдында сақал өсірмеген деген сөз. Сен әкеңе 50-ге келсең де, 60-ға келсең де, сен әкеңнің алдында баласың. Сен әкеңді құрметте, әкеңнің алдында сақалын сапситып жүрме деген, ол құрмет ол. Әкеге деген құрмет. Қазір барлығы алады да сақалдарын сапситып, жылма-жылма сақалын қойып алады. Сақалды қоятын өзінің орны болады. Сақалдың өзінің қоятын қағидалары болады. Сол қағидаға қарап, сол неге қарап, қазақтың дәстүрі ол. Қазақтың дәстүріне қарап, қағидаларына қарап, соның несіне, заңына қарап сөйтіп барып қояды сақалды. Қазір жап-жас балалар сақалын сапситып жүр. Ондай өйтіп істеуге болмайды оны. Ол әкесі тірілер сақал қоймайды. Өйткені сен егер әкеңнің алдында сақалың сапситып жүретін болса, ол сенің әкеңе деген құрметің жоқ деген сөз. Сен сыйламайсың әкеңді деген сөз. Әкеңнің алдында бас ұстап отырсаң, сен әкеңді сыйламадың деген сөз. Өткен бір бас не қылатын, не ашылды ғой, кәпе. Сол кезде кішкентай қыздарға апарып алдына бас қойып қойыпты. Ондай болмайды. Сендер бас жегісі келіп жатыр ма, қызыңның құйқа жегісі келіп жатыр ма? Өзің алып, турап бер. Мысалы, неге де жаңағы бас ұстаған аталар турап беріп, ауыз тигізіп атады ғой. Жаңа сәлем салсын деп келіндерге береді. Жаңа көзімде көріп жүрсін деп жаңағы нелеріне береді. Жаңа қасында қыздарына береді, келіндеріне береді. Сөйтіп айтады. Даже сәлем салғызғанның да өзінің қағидасы бар. Мысалы, тамақтың бәрін тұқ қоймай жеп қойып, сөйтіп қалған тамақты бүйтіп келінге бере салмайды. Сол шетінен тамақ алып қалады келінге деген. Жемей, бір көсек етті бөлек қояды. Мынау келіндерінің сыбағасы деп. Сөйтіп барып келінге сәлем салғызады. Әйтпесе бәрін тұқ қоймай өзі жеп қойып, құрт дегенді бүйтіп қалған құтқанды келінге бермейді. Келіні өзінің сыбағасын шетіне қойып қояды. Сөйтеді да табақты береді. Келін сәлем сал. Көп жаса, бақытты бол, үбірлі-шүбірлі бол деп айтады. Сондай неше түрлі қазақтың салт дәстүрлері мен қағидалары бар. Соның бір мезгілін есіме түскенін айтып атқаным ғой. Енді есіме түскенде тағы да айтам ғой. Басқаларына ырым-жырымдарын сұрақ қойып қойыңдар, сұрақ қойылсаңдар жауап берем.